Сәлем достар, бүгін өте ерекше дәмді болып шығатын күнжет қосылған бауырсақ дайындайтын боламыз. Барлық құрамын төменге жазып кететін боламын. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Қамырымыздың барлығын жақсылап ашытып, бірнеше бөліктерге бөліп, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қатты жұқа қылмай жайып, барлығын үстінен сүтімізді жағамыз. Осылай сүтімізді жағып болғаннан соң үстінен күнжетімізді сеуіп, кішкене қолдың көмегімен басып, барлық қамырымызды үш бұрышты қылып кесіп шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша кессеңіз де болады, домалақ қылсаңыз да, үш бұрышты, төрт бұрышты қылып кессеңіз де болады. Маған осылай үш бұрышты қылып кескен өте әдемі көрінеді. Екінші қамырымызды дәл солай сүтімізді жағып, күнжетімізді сеуіп, қызып тұрған майымызға қуырып алатын боламыз. Барлықтарыңызға тура осылай, осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі өте ерекше. Дастархандарыңызда да өте ерекше әдемі болып көрінетін болады. Дайындап көріңіздер, ас болсын.